Мен сізге бір мысал көрсетейін. Бір адам ол ұрлықшы. Сонда ұрлықшылардың арасында жүреді, бірге өмір сүреді, күнделікте олармен бірге жүргесін, ол да ұрлайды. Қалай ол жаңағыдан бас тартқысы келеді? Өз күшімен ол қоймайды сол ұрлықты. Оған сол жанұядан қашу керек. Басын, аяғын жоғалту керек сол жерден. Сондай адамдар қасында болмаса, онда ол ұрлықты да қояды. Оған сол жанұядан бостандыққа шығу керек. Тап солай біз ойлаймыз, мен құтқарылдым, маған күнә істеуге болмайды, мен Құдайдың еркімен өмір сүруім керек деп ойлаймыз. Сол оймен, сол шешіммен біз ойлаймыз, жақсылық келеді. Бірақ не керек? Бостандық керек. Ол бостандықты біз қалай аламыз? Біз тәубеге келуіміз керек. Сосын мен әділдімін деп, сол әділдіктің орнына кіру керек. Сонда жаңадан өмір басталады бізде. Иса Мәсіх айқышта не істеді? Біріншіден, ол толықтай бүкіл адамзаттың күмәнін өз мойнына артты. Және де бізді мәңгіге пәк таза қылды, бізді құтқарды. Екіншіден, Иса Мәсіх істеген оның іс-әрекетпен бұрынғы шайтанның билігі біздің өміріміздегі болған. Иса Мәсіх ол бізді сол биліктен толықтай жеңді. Ол жалғыз ғана біздің күнәларымыздан жуып тазартқаннан басқа тағы да ол бізді шайтанның билігінен бізді құтқарды. Бұрын біз құтқарылмағанның алдында шайтан күнәсімен бізді өз қолында ұстады. Біз оны қаласақ та, қаламасақ та, шайтан бізді жетелейтін еді. Бірақ құтқарылу келген кезде осы шайтанмен байланысты жұлып алды. Енді оның бізге билігі күші жоқ. Енді бізді Иса ұстайды. Өз қолымен, өз күшімен біз Исаның билігінің астына кірдік. Сол себептен біз білуіміз керек. Айқыш ағашта не болды? Иса Мәсіх бізді пәк таза қылды мәңгіге. Ол шайтанның билігінен бізді бостандыққа шығарды. Енді ол бізді жетелемейді. Бұрын құтқарылғанның алдында біз шайтанның жолымен жүрдік. Неге? Себебі біз шайтанның құлы болдық. Біз күнәнің құлы болдық.